Бүгін мен сіздерге оқуға құштар мектеп сайысында 6 апта оқыған ертегіден алған әсерімді, түсінігімді айтып берейін. Бірінші ертегі ол бізде патша мен бұлбұл ертегісі. Бұл ертегіде ерекше әсер алдым. Досты сатпау керектігін білдім. Екінші ертегі ол бізде ұртоқбақ ертегісі. Бұл ертегіде мен ұрлық жасамауды білдім. Ұрлықтың соңы жақсыға апармайтынын түсіндім. Түлкі тасбақа. Үшінші ертегі түлкі тасбақа және кене. Бұл үшінші ертегіден мен түлкі қу болып келеді деген рас екен. Тасбақа мен кене өздері маңдай телермен, біреуі жерді қазып, біреуі арпа егіп, маңдай телермен арпа ексе, түлкі болса өз қулығын арам ойын іске асырмақ болып, түлкі мен жарды сүйеп отырайын дейді. Бірақ та ол жарды сүйеп отырудың еш керегі жоқ еді. Түлкі сол жарда өзінің қулығын, айласын іске асырып, сол жарда демалып отырады. Келесі бізде қаңбақ шал ертегісі. Бұл ертегіде бізде қаңбақ шал мен кемпірі бәрін қорқытады. Өйткені қаңбақ шал дәулер мен түлкіден құтылу үшін оларды қорқыту керек болады. Келесі ертегі бізде ол алтын сақа ертегісі. Бұл ертегіде бізде әкесі өкпеден құтылу үшін жылқыларының бәрін ат басындай алтын берейін десе де өкпе келіспейді. Өкпе жалғыз ұлыңды бер дейді. Ол амалы жоқ болған, ол келіседі. Бұл ертегіде мен өзіңнің балаңды, ұлыңды, қызыңды еш алтынға, біреуге айырбастауға болмайтынын түсіндім. Алтыншы ертегіден мен алдар көсе мен шық бермес шығайбай ертегісінде қу алдардың шық бермес шығайбайды алдап жолға алып кетпек болған заттарын алу үшін қулығын іске асырмақ болады. Бірақ бай оның алғанын істегенін білетін еді. Бұл ертегіде мен ешқашанда біреудің затын рұқсатсыз алмау керегін түсіндім. Менің бұл 6 ертегіден алған әсерім ұрлық жасамау керегін, біреудің затын рұқсатсыз алуға болмайтынын, өтірік айтпау керектігін білдім. Және бәрібір де сен өзінің істеген істерің бәрі өзіңе қайтып келетін еді.